Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте тойымды әрі пайдалы дәруменге толы жасымық сорпасын, яғни чечевичный суп пісіретін боламыз. Біздің отбасымыздың сүйікті тағамдарының бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазанымызға етімізді жақсылап жуып салатын боламыз. Етімізді бетінен асып тұратындай етіп, суымызды жақсылап құйып, тұзымызды салып, бетін жауып қойып қоятын боламыз. Етімізді 1-2 сағаттай қайнатып пісіріп аламыз. Оған дейін чечевицамызды дайындап аламыз. Менде осындай пиалай, сонымен 1,5 кеседе салатын боламын. Жақсылап жуып аламыз 4-5 рет. Кейін үстіне салқын су құйып қоятын боламыз. Оған дейін зажаркамызды дайындап аламыз. Бір пиязымызды жақсылап турап, сарымсағымызбен қуырып аламыз. Кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Және де тәтті бұршымызды, помидорымызды, яғни қызанақ барлығын салып, жақсылап қуырып аламыз. Менде қатырылған томат бар, сонда қосатын боламын. Барлығын жақсылап қуырып, баяу отта 10-15 минутқа қуырып дайындап алатын боламыз. Етіміз піскен соң барлығын жақсылап майдалап турап аламыз. Және де қайнап тұрған сорпамыздың бетіне барлығын біртіндеп салатын боламыз. Яғни етімізді, одан кейін картошкамызды саламыз. Дайындап қойған зажаркамызды салып аламыз. Және де тұзын барлығын көріп, бетіне лавровый лист салып, қайнағанша тағы 5-10 минутқа қайнатып алатын боламыз. Қайнағаннан кейін бетіне чечевицамызды саламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің отбасымның шынымды айтсам сүйікті сорпаларының бірі. Бір жасағаннан-ақ сіздер қайтадан жасағыларыңыз келіп тұрады. Және де тағы да 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.